функциясының мәндер жиынын анықтауға қажет. Мәндер жиыны дегеніміз, яғни y-дің қабылдайтын мәндерін анықтау керек. Ол үшін функцияны мына түрде жазып алайық. Сосын x плюс 1-ді теңдіктен сол жағындағы y-ға көбейтеміз. Сосын x, y қосу y-ді теңдіктің оң жағына жіберейік. Бұл жерде мына екеуінен x-ті, минус x-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсек, y плюс y қалады. 3 плюс y. Енді біз берілген мына өрнекті мынадай квадрат теңдеуге айналдырып алдық. Енді квадрат теңдеуді шешімін табу үшін, яғни нөлге айналдыратын шешімін табу үшін, x айнымалысының нақты шешімдері бар болу үшін дискриминант нөлден артық не тең болу қажет. Осыны ескере отырып, берілген теңдеудің дискриминантын анықтайық. 3 қосу y-дің квадраты азайту 4 көбейту 2 көбейту 1 азайту y. Бұл жерден 9 қосу 6y қосу y квадрат азайту 8 қосу 8y. Тең болады y квадрат плюс 14y плюс 1. Жаңа айтқанымыздай, осы өрнегіміз дискриминанттан нөлден артық не тең болу қажет. Сонда y квадрат плюс 14y плюс 1 артық не тең 0. Бұл квадрат теңсіздік нөлдерін анықтап аламыз. Тағы да дискриминанттың көмегімен 196 минус 4 көбейту 1 көбейту 1 тең 192. Онда түбірлерін табатын болсақ, бірінші түбірі минус 14 плюс минус түбірасы 192 дегеніміз, ол 64 көбейту 3, сонда 8 түбірасы 3 болады, бөлу 2. Енді интервалдарға салып, таңба тұрақтылық аралықтарын анықтаймыз. Сонда дискриминант бізде теңсіздігіміз нөлден артық не тең, онда нөлден мына аралықтар шешімі болады. Жауабы минус x-тен минус 7 минус 4 түбірасы 3-ге дейін, бірге де минус 7 плюс 4 түбірасы 3-ден плюс x-ге дейін. Шешімі А жауабы.